Амансыздар ма? Сәлем. Көзәйім, әңгімемізді бастамас бұрын, киімізді қосып қояйық. Ой, жарайсың. Көзәйім, алдымен өзімізді таныстырып өтейік. Жақсы ма? Кәне, айта қойшы, ұлтың кім сенің? Ой, жарайсың. Фамилияң кім? Садуақас. Атың кім? Атың кім? Әкең аты кім? Жасың нешеде? Ой, жарайсың. Сен балабақшаға барасың ба? Қандай балабақшаға барасың? Айта ғой. Ой, жарайсың. Қандай топқа барасың? Айнұрым топ. Апайлардың аты кім? Гүлнар Сендіковна. Жарайсың. Бүгінгі сабағымызды бастаймыз ба? Бастайық. Бүгінгі сабағымыз Көзәйім. Ұлттық аспап домбыра туралы. Кәне, мынаны сөндіре ғой. Сөндіре ғой. Ой, жарайсың. Және біз кітабымызды аламыз, е? Кәне, кітабымызды қосайық. Кәне, батырмасын бас. Баса ғой батырмасын. Баса ғой. Балақай, білім әлеміне қош келдің. Міне, қара, бүгінгі тақырып Көзәйім ұлттық аспап домбыра. Кәне, қарашы, домбыра, кәне, көрсетші сен маған. Қайда домбыра? Міне домбыра. Жарайсың. Бұл біздің ұлттық аспап, е? Көзәйім. Көзәйім. Музыкалық аспап Музыкалық аспап. Домбыра дейді. жыр, толғау, күй жанрының қалыптасуына ықпал еткен. Кәне, Көзәйім, домбырада қандай? Домбырада қандай әуендер орындалады, Көзәйім? Жырлар, домбыра. Домбырада жырлар, толғаулар, күйлер орындалады, е? Бізде кітабымызда қаншама күй көрсетілген. Кәне, екеуміз біреуін тыңдап көрейік. Қандай күйді таңдайсың? Баса ғой. Қандай күйді таңдайсың? Міне күйлер. Мынау күйді баса ғой. Жұмыр қылыш күйі, е? Көзәйім, домбыраның аспаптарын қараш, домбыра аспабын қараш, Көзәйім. Қандай бөлшектері бар? Шек бөлшегі бар, шанақ бөлшегі бар, мойын бөлшектері бар, және бас бөлшектері бар, е? Көзәйім, сен домбыраны кіммен тартасың? Әкемен домбыра тартады, е, Көзәйім? Ой, жарайсың. Кәне, Көзәйім, сен осы бүгінгі сабақты қорытындылау үшін, Көзәйім, сен маған айтшы, домбыра ұлттық аспап қандай? Домбыра, кәне, көрсете қойшы домбыраны. Көрсете ғой домбыраны. Міне, домбыраның шегі кәне? Міне, шегі, е? Ой, жарайсың. Бас бөлшектері қайда? Бас бөлшектері. Көзәйім, домбырада қандай әуендер орындалады? Күйлер орындалады, е? Біз ары қарай, мына күйлердің барлығын екеуміз асықпай тыңдап шығайық, е? Сондықтан да көрермендерге сау болыңыздар де. Сау болыңыздар.